адам осы дүниеге, осы әлемге дүниеге келгеннен кейін осы дүниенің тұрмыс тіршілігін жасау міндетті дейміз. Хадистерде де кездеседі, ертең өлетіндей мәңгілік құлшылық жаса, мәңгі өлмейтіндей бұл дүниенің тіршілігін жаса дейді. Дін ешқашан мұндай бір соғысқа бір шақырмайды, ешқашан да шақырмаған да, және шақырмайды да. Дін мақсат еді. Яғни жақсылыққа жетудің, Құдайдың дидарын көрудің, көкірек көзінің ашылуының бір мақсаты еді дін деген. Ал бұл уақыт өте келе дін деген бір құралға айналып қалды дәл қазіргі кезде. Жалпы джихад деген баяндалған Құран аяттарында, бірақ соның бір 7-ден 1 ғана кәдімгі соғыста айтылған. Ал одан басқа жерлердің барлығында джихадтық деген сөз көбіне өз нәпсімен күрес, отанды қорғау, үй ішіңді қорғау деген сияқты мәселелерде қозғалған. Соғыс деген кезде бұл міндетті түрде бір сыртқы соғыс емес, яғни абстрактный немесе жаңағыдай мәжаз деп айтады, образный айтылған сөз болуы мүмкін. Яғни бұл жердегі соғыс болғанда өз-өзіңмен соғыс, өзінің ішіндегі менменшілдігіңмен соғыс, тәкаппарлығыңмен соғыс деген сияқты мәселелерде. Ал енді бір адамның өліміне себепкер болып 70 адамды өзімен бірге жәннатқа алып кіремін деу қате. Құран кәрімнің аяттарын парақтап ашып қарасаңыздар, соның ішіне де жазылған, егер бір адамды өмірден құтқаратын болсаң, бүкіл адамзатты құтқарғанмен теңсің. Егер бір адамның өліміне себепкер болсаң, бүкіл адамзатты қырғанмен теңсің деген секілді қасиетті мәтіндері де бар. Жалпы ислам дініндегі бұл қасиетті мәтіндер бірінші кезекте әрине Құран кәрім аяттары, одан кейін хадистер баяндалады. Осы қасиетті мәтіндерде осы секілді ұғымдарда көбіне адамдардың өлімі емес, адамдардың өміріне байланысты көптеп әдебиеттер кездеседі.